көпшілік пітір садақасын береді. Биылғы пітір садақа мөлшері қанша және ақшалай беру міндетті ме пітір садақаны? Бұл мәселе жылда туындайды. Өткен жылы бізде пітір садақа 370 теңге болды. Биыл 420 теңге. Енді адамдарда осындай сұрақ туындайды. Енді бұл жылда неге көтеріліп жатыр? Көтеріле береді, бағаса береді пітір садақаның. Енді мынандай бір осындай сөздерде пайда болуы мүмкін. Енді мынау қазір жағдай қиын, көпшілік жұмыссыз қалып жатыр. Пітір садақаны сәл төмендетсе болмас па екен деген. Бұл енді біз өзіміздің ойдан шығарып жатқан ол баға емес. Бұл жерде шариғат негізіне сүйеніледі және сол мәліметтерге қарап осы баға шығарылады. Осы пітір садақаның мөлшерін анықтаған кезде біз бүкіл осы діни басқармаға қарасты сол өкілдіктерден бізде енді мынау Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қаласы, Шымкент қаласы, сосын барлық облыс орталықтарынан сол мәлімет аламыз. Сол өздеріңіздің өңірлеріңізде, орталық базарларда, диқан базарларда осы ұнның бағасы, мейіздің бағасы, құрманың бағасы қанша болып жатыр. Соның орташа бағасын бізге жіберіңіз деп оларда мәлімет аламыз. Сол мәлімет бойынша біз енді жалпы осы республика бойынша оның орта бағасын есептеп көрдік. Сонда бір келі ұнның бағасы 210 теңге болды. 210 теңге. Енді пітір садақа 2 келі бидай немесе ұнмен беріледі ғой. Сондықтан оның 2 келесі 420 теңге болып отыр. Енді тағы бір сұрақ туындайды. Енді бұрын 2 келі бидай деп айтып жататын, енді неге ұнмен беріп жатсыздар деген. Ол енді шариғатта ол көрсетілген, фиқ кітаптарында айтады. Не бидаймен, не оның өнімдерінен, талқан немесе бидайдан, не ұнмен алынсын деген. Енді бізде бидайдан алынбауының себебі шынымен бұрында ол бидай қолданылған. Адамдар мысалы азық сатып алу үшін базарға барып бидай алады. Әрбір үйде өзінің диірмені болған. Диірменмен тартып, оны нан қылып қолданады. Ал енді заман өзгерген сайын, шариғаттағы үкімдер де өзгереді. Сондықтан қазір біз үйге бір азық-түлік сатып алатын кезде біз бидай іздемейміз. Тіпті базардан қазір бидай табудың өзі қиын. Тіпті қазір енді кейбір қалада тұратындар оны емес, бірденнен сол оннан жасалынған өнімдер сатып алатын қазір осындай көрініс болып жатыр. Сондықтан біз діни басқарма осыған шешім қабылдады. Енді бидай енді өз заманында өтті. Енді қазір ондай қолданыста көп бар, бірақ көп қолданбаймыз оны. Біз сатып алатын өніміміз бидай, ұн, сондықтан біз ұнмен есептейміз деген осындай шешімге келдік. Бұл енді шариғатқа ешқандай оның қайшылығы жоқ. Енді мейізбен беремін дейтіндер мейізбен береді, құрмамен беремін дейтіндер құрмамен. Тағы бір осы жағдайды айту керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол хадистерінде айтады. Пайғамбарымыз және сахабалар, үлкен сахабалар нені пітірді бидаймен беретін еді дейді. Ол кезде бидайдың бағасы, енді Мәдинада ол бидай өсірілмейді ғой. Оны Шам өлкелерінен алып келеді. Бидайдың бағасы мейіз бен құрманың бағасынан жоғары болған. Сондықтан барынша ол жақсы адамдар сүйіп қабылдайтын өнімнен азықтан беруге ол сондай тырысқан. Сондықтан ал енді қазіргі заманда бидайдың бағасы ана құрма мен мейіздің бағасынан әлдеқайда төмен болып кеткен. Кейін пітір садақаны жағдайы бар адам береді ғой. Егер жағдайы болмаса, ол кедей адам болса, қайта ол пітір садақаны алады. Бермейді емес, алады ол. Бізде енді сонда әдет болып қалған, ол кедей бола ма, бай бола ма, пітір садақаны беремін деп тыраштанады ғой бізде. Міне сондықтан біз ешқандай оған күмән келтірмеу керек. Енді 420 теңге бір жылда бір рет жан басына 420 теңгемен есептеп пітір садақа берсек, мен ойлаймын, ол ешқандай бір не емес. Салмақ салмайды адамға. Салмақ салмайды. Одан кейін пітір садақаны беретін кезде біз өзіміздің туысымызға береміз ғой, бауырымызға береміз. Өйткені садақаны өздеріңнен бастаңдар деп айтады ғой. Сондықтан ол өзіміздің бауырымызға қиналып жүрген жағдай төмен туысымызға берсек, ол мен ойлаймын, ол көп емес.